мен өзімнің командама бір менеджерді тіркеу үшін бірінші мына жерде тұрған осындай міне оранжевый түсте тұрған NL-дің предложениесіне кіремін. Кіргеннен кейін мына астыңғы жағын қараңыз, мына ең астында тұр ғой, главный, география, корзина, офис, питание деген. Сол жердегі офис дегенді басамыз. Басқаннан кейін мына жерде регистрация деген тұрады. Жоғары жағында қараңыз, личный офис, регистрация деген тұрады. Сіз менеджер тіркейтін болсаңыз, менеджерді басамыз. Мына жерге я согласен дейміз, птичка қоямыз. Ең астындағы екінші астында тұрған продолжитті басамыз. Содан кейін мына жерге фамилиясын жазамыз, удостоверение бойынша имясын жазамыз, отчествосын жазамыз, день рождениесін жазамыз. Мына жерде міне жылын белгілейміз, сосын туған күнін белгілеп, мына жерге удостоверение номер немесе ин жазамыз. Женский болса птичкамен белгілейміз. Мына жерде Уральск қаласынан болса жазамыз. Мына жерге телефон номерін жазамыз, 37 деп жазамыз, немесе осылай кәдімгі осылай номерін жазамыз. Міне мына жерде +7 салынып тұр. Мына жерге өзінің электронный почтасы болса жазамыз, жоқ болса, онда мына жерге мысалы сіз Айна деген қызды тіркеп жатсаңыз, 79 жылғы дейсіз де собачка саласыз, gmail.com деп ашыңыз. Mail.ru деп ашатын болсаңыз ашылмау мүмкін, себебі Mail.ru'да тіркелген адамдар көп. Gmail.com-мен ашасыз, сосын я даю согласие дейсіз, сосын продолжитті басасыз. Сіз тіркелген, мына жерде тағы да зарегистрировать деген басасыз, сосын сіз тіркелесіз.